Алматыда биыл жойқын жер сілкінісі болуы мүмкін бе? Саламатсыздар ма, құрметті көрермендер? Егер хабарды толық білгіңіз келсе, біздің арнамызға жазылуды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Лайк басқан қолдарыңыз Кабатулланың қабырғаларын ұстасын. 2023 жылғы 10 наурызда сейсмология институтында сейсмикалық болжау комиссиясының кезектен тыс отырысының қорытындысы бойынша брифинг өтті. Болжау комиссиясының қорытындысы бойынша алдағы аптада Алматы және Жетісу облыстарының аумағында шамамен 3-3,5 балл болатын жер дүмпулері болуы ықтимал, делінген хабарламада. Сейсмология институтының директоры Дәулет Сәрсенбаев айтуынша, биыл Алматы болжау полигонының аумағында күшті және жойқын жер сілкінісі болжанып отырған жоқ. Қазіргі уақытта Алматы болжау полигонының аумағында 47 станция жұмыс істейді. Бізді бақылауды жалғастырыңыз. Арнамызға жазылып, бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыз. Сау саламат болыңыз.